Қайырлы күн достар, сіздермен Гүлфайруз. Бүгін біз өте жұмсақ, нәзік келетін бөлкелер, яғни булочки дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға жазылып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен аппарасын дайындаймыз. Жылы сүт құямыз. Оған ашытқы қосамыз. 1 қасық қант, 2 қасық ұн. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің аппарамыз дайын болды. Енді араластырып, оның үстіне жұмыртқа саламыз. Кейін қант пен тұз саламыз. Күнбағыс майын қосамыз. Майонез қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұнды міндетті түрде електен өткізіп, аз-аздан салып араластырамыз. Үстіне жылы сүт құямыз. Тағы да ұнды електен өткізіп, ашытқымызды елей бастаймыз. Болған соң бетін жауып, 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің ашымалымыз көтерілді. Алдымен оны себелеп, ыдыстан ашымалымызды босатамыз. Кейін оны өзіңіз қалаған пішінде кесіп, дайындап жасаймыз. Дайын болған бөлкелерді табамызға орналастырамыз, және де бөлкелеріміздің арасына орын тастаймыз, себебі олар қазір көтеріледі. Бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Бізде бөлкелер көтерілді, енді бетіне жұмыртқаны жағамыз. Бетіне күнжет немесе мак себуімізге болады. Мен штрезель септім. Штрезельдің рецебін мен описанияға белгілеп кететін боламын. Бізде бөлкелер дайын болды. Өте жұмсақ және нәзік, дәмді болып шықты. Пісірулеріңізге кеңес беремін. Егер пісіріп жатсаңыздар, менің Instagram парақшамды белгілеп, сториске салуларыңызға болады.